99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтары мен 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтары мен 293 бабының 3 бөлігі мен Сакиевте қылмыстық кодексінің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтары мен 293 бабының 3 бөлігі мен Тоқтаубаевты қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігі мен 188 бабының 1 бөлігі мен Белгожаев, Аскентай, Ильясов, Тоқтаубаев, Қалиахметті қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігі мен Ысқақты қылмыстық кодексінің 434 бабымен айыптау туралы қылмыстық істі қарап қаулы етті. Сотталушылар Шынасылды, Сакиевті, Тоқтаубаевты, Белгожаевты, Аскентайды, Ильясовты, Тоқтаубаевты, Қалиахметті, Ысқақты айыптау туралы қылмыстық іс бойынша бас сот талқылауын Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында 2025 жылғы 17 сәуірге 10 сағат 00 минутқа тағайындалсын. Бас сот талқылауы ашық сот мәжілісінде өткізілсін. Сот өндірісі қазақ тілінде жүргізілсін. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Алматы және Жетісу облысы бойынша номер 21 мекемесінде күзетпен ұстауда отырған Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белгожаев, Аскентай, Ильясов, Қалиахмет және Ысқақ басты сот талқылауына жеткізілсін. Бас сот талқылауына мемлекеттік айыптаушылар, сотталушылардың қорғаушылары, заңды өкілі, айыптау актісінің тізіміне сәйкес жәбірленушілер, олардың өкілдері, куәлар шақыртылсын. Отыруларыңызды сұраймын. Құрметті сотқа қатысушылар, келесі сот отырысы 2025 жылғы 17 сәуірге тағайындалды. Одан кейінгі сот отырысы 2025 жылғы 18 сәуірге тағайындалады. Яғни аптасына 2 күнге, бейсенбі және жұма күндеріне.